Сенімсіздік, шаршау, самооценканың төмен болуы, осының барлығы бүгінгі видеода айтылатын болады. Ал енді біз бастаймыз. Достар, барлықтарыңызға сәлем, менің атыма қош келдіңіздер. Менің атым Балжан. Осы қазіргі SMM маманымын және осы блогер болып жұмыс жасаймын. Ал енді менің осы парақшама қош келдіңіздер және инста парақшама жазылып кетіңіздер. Осы SMM туралы барлығы бар, консультациям туралы да. Ал енді біз видеоны бастайық. Адамдарда өзіне сенімсіздік, самооценкасының төмен болуы, осындай мәселелерден адамдар өзін таппай жатады. Яғни бүгінгі осы видеода мен сіздерге самооценка туралы жалпы өзімнің білгенімді кішігірім айтып беретін боламын. Сіздерге пайдасы тиеді деп ойлаймын. Бұл видеоны сіздер не үшін көру керексіздер? Неге именно мен деген сұрақ туындауы мүмкін. Бірден айта кетейін, себебі бүгінгі тақырыпта самооценканың нақты жалпы кішігірім өмір сфераларын айтатын боламын. Самооценка дегенімізде оны қалай көтеру керек, сол туралы техникалармен бөлісетін боламын. Өте құнды техникалар. Ал енді кеттік видеома тіркеліп басуға. Самооценка дегеніміз негізгі ұғымда өз-өзіңді бағалау деп аталады. Білесіздер, бірақ самооценка тек өз-өзіңді бағалау ғана емес, әр кезде өзіңнің түрің тіпті жаман болып тұрса да, яғни өзіңнің түрің былай особо шашылмай болып тұрса да, өзіңді бақытты сезіну, яғни қай жерде болмасын өзіңді бақытты сезіну, бақытты болу осы самооценкаға жатады. Самооценка дегеніміз 8 өмір сферасында өзіңді бақытты сезіну. 8 өмір сферасы дегеніміз колесо баланста бар, финанс жағынан да, путешествие жағынан да, осы жақтарынан да өзіңді бақытты сезініп, гармонияда болу. Егер самооценка сізде жоғарыласа, ешкім сізді бақытты болуға ештеңе кедергі келтіре алмайды. Просто барлығы самооценкаға байланысты. Сосын көп адамдар бар, өзін біреумен салыстыратын, олар дұрыс емес. Адам затты салыстыруға болады, бірақ ешқашан өзін біреумен салыстырмаңыздар, яғни өздеріңізді біреумен салыстырмаңыздар. Мүмкін ол сіздердің ерте табыс тауып бастаған шығар, мүмкін сіздер кеш бастаған шығарсыздар, бірақ ешқашан өздеріңізді салыстырмаңыздар. Себебі бір арнайы сіздердің де уақыттарыңыз келеді. Низкая самооценканы айта кетейік. Низкая самооценка дегеніміз тек өзің әдемі болған кезде ғана суретке түсу, өзіңді әдемі болған кезде бір жаққа бару или суретке түсіп, сторисқа салу деген сияқты. Қазіргі мен айтатын ақпараттарды тек білу жеткіліксіз, практика міндетті түрде керек болады. Басқалармен салыстыру өз бағаңды қоса өз сеніміңе жетуге кедергі. Яғни өз-өзіңді басқалармен салыстырған кезде өзіңнің мақсатыңа жетуде қиындай түседі, кедергі бола түседі. Көп адамдарда, жасөспірімдерде болады, біреуге бірдеңені дәлелдеу деген мақсатта осы низкая самооценкаға алып келеді. Яғни біреуге доказать ету мақсатында басқалардың сөзіне тәуелділік, яғни олардың мақсаты доказать ету болса, бұл низкая самооценка. Самооценкада сізде мышлениемен жұмыс жасау керек болады. Мышлениемен жұмыс жасау керек, яғни миыңызды өзгертіп, мышлениеңізді өзгертіп дамыту керек. Сол кезде ғана сіз адам мышлениесін өзгерткен кезде табыс таба да бастайды миллионға дейін. Мен өте істейді деген керемет техниканы айтатын боламын. Енді сіздерге көмектеседі деп ойлаймын. Ал енді кеттік. Өздеріңіз ұйықтар алдында өздеріңіз бүгін не істедіңіздер, яғни жалпы өзіңізді бүгін не үшін өзіңізді мақтан тұтасыз. Осы кем дегенде 30-на или хотя 10-на күнделікті айтып жүріңіз, ауызша жазып жүріңіз. Сол арқылы сіздің самооценкаңыз бірте арта береді, көтеріле береді. Екінші техника аптасына бір рет менің көңіл күйімде не көтереді деп сұраңыздар, яғни сіздің көңіл күйіңізді не көтереді? Өзіңізден сұрап көрдіңіз ба? Комментария жазсаңыздар болады, ашып болса. Өзіңіздің көңіл күйіңізді не көтереді? Соны жазыңыздар күнде, и соны өздеріңізге біреуін болсын алып беріңіздер. Сол арқылы самооценка көтеріледі. Сіздер егер өз-өздеріңіз таппай жүрсеңіздер, қазір мен сіздерге кішігірім медитация жасайтын боламыз. Яғни қазір музыка қосылады, мен сіздерге айтамын, көздеріңізді жұмыңыздар, елестетеміз, көздеріңізді жұмамыз. Қане, 1, 2, 3, кеттік. Бұл істейді. Кеттік. Сіз әлемдегі ең үлкен кітапханада жүрсің. Яғни сен үлкен кітапханада жүрсің. Сол кезде сен қандай бір кітапты алдың қолыңа? Сол қандай персонаж алдың? Қандай кітап алдың қолыңа? Елестетші. Елестетіп болсаң,
жақта бұл не үшін? Сізге қандай персонаж жақын? Яғни қандай кітап сізге жақын, қандай жанр жақын? Мен мысалы сонда бірінші келіскен кезде өмірімді өзгертер 7 қадам деген кітапты алған болатын, яғни өмірімді өзгерткім келген болатын. Вот, сізге де солай, қандай кітап алдыңыз, сіз сондай персонажға жақынсыз, яғни сол бірінші оқитын кітап, қандай кітапты бірінші оқитын едіңіз, соны елестетіп көріңіз. Көп адамдар бар, біреу сізге бірдеңе айтады, соған сіз ренжисіз. Бірақ оған ренжудің қажеті жоқ. Неге? Себебі, егер сол адам сол сөзге ренжісе, демек ол сөз расымен сол адамда бар деген психология кішігірім ғана не бар, қалыптасқан. Сол үшін де былайша айтқанда көп адамдардың сөздерін көңілдеріңізге ала бермеңіздер. Мен сіздерге айтамын, тағы да біреумен салыстырмаңыздар, өздеріңізді ешкіммен салыстырмаңыздар, өздеріңіздің қалағандарыңды жасаңыздар. Жалпы осымен кішігірім ғана самооценка туралы аяқталды. Келесі видеом өте пайдалы видео болады. Бүгінгі видеомда өте пайдалы болды деп ойлаймын. Құнды ақпараттар айтылды, қысқа нұсқа ұнады деп ойлаймын. Лайк, пока. Инстаграм парақшамызды ұмытпаңыздар. Всем пока.